Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Өзіме ылғи жетпей жүретін жалғыз бір адам, ол сен. Сен мазасыз өмір сүріп жатасың, және саған үнемі біреу жетіспейтін сияқты көрінеді. Сүйіп бақытты болу үшін бір адам іздейсің. Бірақ шын мәнінде саған жетіспей тұрған жалғыз адам бұл өзің. Ал сен біреумен қарым-қатынас құрған кезде әлі де бір адам жеткіліксіз болады. Ол сен. Саған заттар қажет болады. Киім, көлік, аксессуарлар қажеттілігі. Бірақ саған шынымен керек нәрсе, олар бере алатын күй, сезім. Ал бұл заттарды иеленгенде бәрі бір. Ие болған адам жетіспейді. Сен жетіспейсің. Сен қоғамдастыққа кіруді армандайсың. Үлкен жақсы компанияда, мектепте немесе отбасында болуды қалайсың. Бірақ оның бәрі саған сені береді деп ойласаң қателесесің. Егер сен өзіңді таппаған болсаң, онда сен әлі де қауымдастыққа жатпайсың. Бір адамды ғана сағынасың. Ол сен. Шын мәнінде, сен шынымен сағынатын адам жалғыз сен. Сенің барлық мәселеңді шеше алатын адам жалғыз сен. Шешімін таба алатын, жұбататын, көңіліңді көтеретін, және өміріне қызығушылық бере алатын адам да сен. Сүйе алатын және осы сезіммен өзін толтыра алатын адам сен. Бұл сенің ешкімге мұқтаж болмай жалғыз қалатыныңды білдірмейді. Бұл сенің сыртқы факторлардың әсеріне тәуелді болудан арылып, өз өміріңді бағындыра бастағаныңды білдіреді. Содан кейін сенің қалағаның, бірақ ала алмағаныңның бәрі пайда болады. Ғашықтар табысады. Қауымдастық пайда болады. Өмірге сені қалыптастыруды ұсынуды тоқтатқан кезде, сен өз бетіңше қалыптаса бастағанда, өмір түбегейлі өзгереді. Себебі сенің өміріне бақыт әкеле алатын жалғыз адам, ол да сен. Өзіңіз болу дегеніміз, басқалардың үмітін ақтауға тырыспай, өз құндылықтарыңызға, сенімдеріңізге және мүдделеріңізге сәйкес өмір сүру. Саған жетпейтін бір адам сен. Деген сөз адамның өзімен байланысын жоғалтып алғандығын білдіреді. Бұл жағдайда өзіңізді табу және қайтадан толық сезіну үшін өзіңізбен сөйлесіңіз. Жай уақытты өзіңізбен ішкі диалог құрып, не нәрсеге мұқтаж екеніңізді, қандай сезімдеріңіз бар екенін анықтаңыз. Басқалардың әсерін шектеңіз. Сізге үнемі сын айтатын немесе сізді өзгертуге тырысатын адамдардан аулақ болыңыз. Өзіңізге уақыт бөліңіз. Өзіңізге ұнайтын істермен айналысыңыз. Сізге қуаныш пен қанағат әкелетін іс-әрекеттерге уақыт бөліңіз. Белгілі бір уақытты жалғыз өткізу арқылы ішкі әлеміңізбен байланысты нығайтыңыз. Өзіңізге сенім артып, осы жолда табандылықпен жұмыс жасаңыз. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.